Ал менің құрметті көрермендерім, менің мына көрпешем ұзындығы 220-да 80 болды ені. Енді оның астына мынандай хб матадан, өзінің мынау көгіне түстес хб матадан астарлық қоятын болдым. Бұл хб матаны ұзындығын 2-де 30 қылып алдым. Енін 82-83 сантиметр етіп алдым енін. Енді бұның тура мынау сіздерге көрініп тұр ма, мынау ортасынан, ортасы емес, енді мына жағы кішкентай жағы 60 сантиметр етіп кесіп алдым. Мына жағын сол жаңа 2-де 30-дан мынан 60 сантиметр етіп кесіп алдым мынаны. Мына жер 60 сантиметр. Себебі көрпешенің замок аяқ жағына қарай түседі ғой. Ал артығын мына жаққа, ұзын жағын мына жаққа қалдырдым. Енді осының замоктың ең оңай жолын сіздерге көрсетейін. Бұл жерде нағы мен көрпешеден мына астарлықты 10 сантиметр артық алдым. Себебі мен 5-те 5 жаңағы замокты жауып тұратын конвертіне жіберемін 5-те 5. Себебі менің осы көрпешеме түстес замок мынандай не екен. Қатайын емес, ана кішкентай емес та, мынаусы ірі екен. Міне, түсі түстес келеді. Бұрын әкеп қойғам, сол енді пайдаланып жатырмын ғой. Мынандай ірі екен. Осыны енді мен жасыруым керек қой. Бұл жасырын замок болса, бүйтіп ашық қоя беруге болар еді. Мынау енді ірі замок екен, бірақ түстес екен түсі. Енді осыған мына жағына қараңыздар, мына жағына, мына ұзын жағына бұның не қыламын? Мынандай 5 сантиметр етіп алам қазір. Міне жерін 5 сантиметр етіп аламын. 5-те 5 қып, общем, мынаны былай қып алам ғой бұны. Қайырып алам, түсіндіңіздер ма? Мына жағын 5 сантиметр ішіне жіберем, 5 сантиметр сыртына жіберем. Мінекей қараңыздар. Енді осыны, бұл енді замок қоюдың ең оңай жолы. Осыны бүктеп алдым. Енді теріс жағын аударып алам. Міне мынауса теріс жағын аударып аламын. Теріс жағын аударып аламын дағыны. Сөйтіп, мінекей теріс жағынан 5 сантиметр. 5 сантиметр, 5 сантиметр мінекей. Барлық жер 5 сантиметр, көрдіңіздер ма? Осы құса бүктеп алдым. 10 сантиметр артық алғам. 5 сантиметр ішіне кетсе, 5 сантиметр сыртына кетеді бұның. Бұның барлығы мынаның үстіне түсетін болады. Сондықтан мен 10 сантиметр астарлықты артықтап алдым. Енді мынаның замокты теріс қаратамыз. Оң қаратылмайды замок, теріс. Мына жерге теріс қаратып қоямыз. Енді осыны түйрегішпен түйреп дайындап аламын тігуге. Мына жерінен түйрегішпен түйреп алсаңыздар болады. Тігуге дайын деген сөз да бұныңыз.
осылай дайындап алдым. Енді осы түйреуіштің орнына тігіс жүргізетін боламын осымен. Сосын сіздерге ары қарай тағы жалғастырып көрсетемін. Замоктың екі шетін ашып, мынау екі жағындағы матаға тігіп алдым. Енді замоктың аяқ жағында білесіздер, екі тісін біріктіретін жерде темірі болады. Сол темірді мен сыртына шығарып жібердім. Сондықтан бұл замоктың ұзындығының өзі 75 тұғын. Көрпешем 80 болды ені. Сонда мына жерде қазір қарасаңыздар, замоктың жетпей қалған жері бар да, сол жерді мен қазір сіздерге қалай тігем. Ана бетіндегі конвертті үстіне шығарамыз. Осы жерден үстіне конвертімен жауып өзінің, сол жерден көлденең бекітіп түседі. Екеуін біріктіреміз, екі жақты біріктіреміз. Қазір соны көрсетіп жіберейін. Замоктың екі шетін екі бөлік алып, жаңа қырқып алған екі бөлік маталарыңызға теріс қаратып тігесіздер. Біреуін конверт жағына, біреуін жаңа 60 сантиметр жағына. Мінекей енді соның замоктың жетпей қалған жерін қазір көрсетемін сіздерге. Замок жетпей тұр мінекей. Көлденең тігіп аламыз. Және бекітіп 2-3 мәрте қайталап тігеміз. Бұл жерде замоктың матасы да бірге тігіледі, артық матасы да бірге тігіледі аяқ жағындағы. Түсіндіңіздер ме? Енді осыны екі жағындағы, астарлықтың екі жағын қырқып алған екі жағындағы матаны да бір-біріне біріктіріп, бұл жерден мықтап тігіп қоюымыз керек. Бекітіп қайта-қайта. Өзі бір шамалы 5 сантиметрдей жер болады. Соны қайта-қайта бекітіп мықтап тігіп қойыңыздар. Мана бұл жағын болдым. Артық жіптарын алып тастайын. Мінекей енді ортасын жаба берсеңіздер, мына конверттің астында замок жасырынып тұрады. Мінекей. Енді екінші шетіндегі артық шығарған замоктың аяқ жағы бар еді ғой, мінекей қазір көрсетем. Осы жерді қазір тігіп, сосын ана темірін қырқып алып тастауымыз керек. Бұны да көлденең тігеміз. Замокқа көлденең. Міне ана темірді алып сыртқа қарай шығарып тіктім мен. Енді соны ары бері бекітіп мықтап тігесіздер. Себебі сөгіліп кетпеу керек. Қазір жібінен бөліп алайын. Мінекей артылған темірін қазір, осы артылған темірді қырқып алып тастаймын. Бұл замоктың аяқ жағындағы темір, білесіздер бұны. Мен алып тастаса ештеңе де етпейді, себебі алдынан тігіс түсті 3-4 қайтара. Мінекей замокты салып болдық. Беті жабылды мынандай конвертпен. Ортасы бүйтіп ашылып жабылып тұрады.